Сәлем. ұбт-ға ағылшын тілінен дайындықтар қарап жалғастырамыз. 19-ші сұрақ. Есімдікті қойыңыз. They did not pick blank flowers. Мен бос орынға blank деп оқимын. Ол енді бос орынға мынау A, B, C, D, E дұрыс жауабын таңдап қойыңыздар. Пауза басып ойланыңыз. Жауабы A, any. They did not pick any flowers болады. Себебі бұл болымсыз болған кезде және көпше болып тұр. Және де біраз дегенді some мен any білдіреді, ал бұл жерде болымсыз болғандықтан біз any'ді қолданамыз. Nothing болмайды, ол дұрыс сөйлем шықпайды. Ештеңе алмады десе, яғни flowers қойылмау керек еді. Somebody біреу жоқ, біреу гүлдер деген болмайды. Something бір нәрсе гүлдер болмайды. Anything әр нәрсе гүлдер тағы болмайды. Сондықтан ешқандай гүлдер алмады. Any flowers. A жауабы дұрыс. Білімді KZ арнасында тіркеліңіздер. ұбт-ға бірге дайындалайық, және де осы видеоға төмен комментарий жазып, лайк басып қойыңыздар. Сау болыңыздар.